Барыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге мінсіз құймақ рецептін ұсынамын. Осы уақытқа шейін бірнеше рецепттерді көрдім. Әрқайсысы әртүрлі болып шығатын. Кейбір рецепттерде құймақтың ортасы шикі болып қалатын, ал кейбірлерінде көтерілмей қалатын. Бірақ мына рецепт мінсіз болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецепті қолданып көріңіздер. Мен айтатын құпиялардың барлығын орындаңыздар және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерде керемет болып шығатына 100% кепілдік беремін. Бізге қажет заттар: ұн, жұмыртқа, қант, жылы айран және де ас содасы, тұз қажет. Барлық ингредиенттердің құрамын осы видеоның астына грамдармен жазып қоямын. Алдымен ыдысқа жұмыртқа саламыз. Егер сіздерде жұмыртқа өте кішкентай болса, 3 жұмыртқа салсаңыздар болады. Дәміне қарай қант саламыз. Маған құймақтың тәтті болғаны ұнайды, сол себептен 4-5 қасық саламын. Егер қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, 2 ас қасық салсаңыз да болады. Енді шым-шым тұз саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Бұл жерде миксер қажет емес. Тек қана венчикпен араластыруға болады, шанышқымен де араластыруға болады. Одан соң айран құямыз. Алдын ала кішкене ғана жылытып алуларыңыз қажет, салқын болмау керек. Менде дүкеннің айраны 1% немесе 2,5% майлығы жарайды. Одан соң електен өткізіп ұн саламыз. Електен өткізсеңіздер, сіздің құймақтарыңыз биік, әдемі болып шығады. Барлығын бірден салмаймыз. Ұнды салған кезде мұқият болу керек. Өйткені әркімде ұн әртүрлі. Сол себептен де консистенциясына қарай сіздер ұнды салуларыңыз қажет. Бұл құймақтың, яғни қамырының консистенциясы қою қаймақ секілді болып шығады. Сол себептен де сол консистенцияға жеткенше араластырамыз. Қамыр қатты қоюда болып кетпеу керек, қатты сұйықта болып кетпеу керек. Сізде 250 грамм емес, 220 грамм немесе 200 грамм ұн алынуы мүмкін. Сол себептен де көз мөлшерімен консистенциясы қою қаймақ секілді болғанға шейін біз араластырамыз. Мінекей қараңыздар. Қамырдың консистенциясы осындай болу қажет. Қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес, қасықтан, венчиктан осылай оңай түседі. Дәл осындай жаңағы күйге жеткізгенше араластырып ұнды саласыздар. Ең соңында жарты шай қасық ас содасын саламыз. Бұл қамырдың құрамында кефир болғандықтан енді қазір бұл жерде реакция жүреді. Сол себептен де қамырды кемінде 10 минутқа қойып қойғандарыңыз жақсы. Өзінің бойына кислородты сіңіріп, қамыр кішкене қоюлана түседі және де піскен кезде құймақтар көмпиіп, биік болып, әдемі болып шығады. Сол себептен де кемінде 10 минут, көп дегенде 30-40 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Менде қамыр шамамен 15 минут тұрды. Қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Менде кокос майы, қалаған майыңызды пайдалануға болады. Күнбағыс майында пайдалануға болады. Енді бір ас қасықтап құймақтарды салып шығамыз. Салып болған соң қақпағын жабамыз, шамамен 3-4 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде қызып тұрған табаға салыңыздар, сол кезде құймақтар бойына майды сіңірмей жақсы болып шығады. Енді қараңыздар, құймақтың бетінде кішкене осындай тесіктері пайда болды. Яғни бұл құймақтың асты пісті деген сөз, аудару керек деген сөз. Менде шамамен болған 3-4 минуттан кейін осындай тесіктер шыға бастайды. Сол кезде сіздер аударасыздар. Жалпы асты қызарған кезде де аудара беруге болады. Астыңғы жағы үстіне қарағанда тез піседі. Шамамен 1-2 минуттай. Мінекей, осындай болғанға шейін пісіреміз. Енді тәрелкеге саламыз. Негізі құймақтар майлы болмас үшін қағаз сүлгіге салып қойсаңыздар болады. Мінекей достар, біздің құймақ дайын.
әртүрлі тосаппен, қаймақпен, сгущенкамен берсеңіздер болады. Құймақтың ортасы 100% керемет болып пісіп шығады. Дәмі де сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сол себептен де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецептке сіздер ғашық боласыз деген ойдамын. Өйткені мен көп рецепттерді шын мәнісінде көрдім, бірақ бұл рецептке еш қайсысы жетпейді. Құймақтар сондай дәмді, сондай жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің каналыма, Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Қош, сау болыңыздар.